Мәжіліс жаңа салық кодексі жобасын алғашқы оқылымда мақұлдады. Қосылған құн салығы 16% болды. Енді оның шегі 40 миллион теңге мөлшерінде белгіленбек. Одан бөлек ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин өз баяндамасында енді кез келген адам жеке кәсібін аша алмайтынын айтты. Мәжіліс отырысында тағы қандай мәселелер қаралды, толығырақ сюжеттен көріңіз. Серік Жұманғарин баяндамасында дәл мұндай шекпен 160 мың салық төлеушіден айырылатындарын жеткізді. Сондай-ақ шамамен 400 миллиард теңгедей қосымша бюджет түсімінен де қағылады екенбіз. Сондай-ақ үкімет бірқатар салаға жеңілдік беріп отыр. Атап айтсақ, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік, кітап басып шығару, археология қосылған құн салығын төлеуден босатылады. Әлеуметтік салада, денсаулық сақтау саласында үкімет қосылған құн салығынан босатылған дәрі-дәрмектердің әлеуметтік тізімін айқындайтын болады. Қосылған құн салығы тек ақылы медициналық қызметтерге салынады. Қосылған құн салығының мөлшерлемесі 10% болады. Әлеуметтік саладағы корпоративтік табыс салығы 2026 жылдан бастап 5% және 2027 жылдан бастап 10% болады. Осы салада. Банк операцияларына қосылған құн салығы салынады. Олардың бағасының өсуіне жол бермеу үшін бәсекелестік қорғау агенттігі үкіметпен бірлесіп, ағымдағы бағалардың дұрыстығына талдау жүргізеді. Сондай-ақ ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер бойынша салық сол күйі қалады, яғни 70% жеңілдік қалды. Өңдеу өнеркәсібі корпоративті табыс салығының 20% мөлшерлемесі бойынша салық салынады. Біз салықтарды, төлемдер мен алымдарды қысқартамыз. 12 салықтың орнына 11 болады, 10 төлемнің екеуін алып тастау ұсынылады, жарнама орналастырғаны және лицензияларды пайдаланғаны үшін төлемдер. 3 төлемдер біріктіру ұсынылады, су ресурстарын пайдалану үшін, орман пайдалану үшін және жануарлар дүниесін пайдалану үшін төлемдер. Табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін төлем болады. Бұл төлемдердегі мөлшерлемелер саны 77-ге қысқарады. Алымдардың 6 түрін қысқарту ұсынылады. Олар бойынша мөлшерлемелердің 30 түрі алынып тасталады. Сондай-ақ мемлекет бажының 5 түрі алынып тасталады. Олар бойынша мөлшерлемелер 51-ге қысқарады. Біз салық жеңілдіктерін оңтайландырамыз. Салық декларацияның деректері бойынша сомасы 3,4 триллион теңге 453 норма жеңілдік деп танылды. Бүгін таңда сомасы 1,3 триллион теңгеден астам 128 салық жеңілдігін алып тастау ұсынылып отыр. Әлеуметтік салада денсаулық сақтау саласында үкімет қосылған құн салығынан босатылған дәрі-дәрмектердің тізімін нақтылайтын болады. Қосылған құн салығы тек ақылы медициналық қызметтерге салынады. Оның мөлшерлемесі 10% болмақ. Енді жаңа әлеуметтік аурулар бойынша осы дәрілерге біз 0%-ға бүгін келісіп отырсақ, басқа аурулар бойынша дәрілерге 5%-ға түсіру 10%-дан және де медициналық қызметтерге 5%-ға дейін 10%-дан түсіріп, бірақ кезең-кезеңмен мүмкін оны өсіру мәселесін қалай қарайсыздар? Дәрі-дәрмектерде ситуацияны сіздер білесіңіз. 85% шетелдік, импорттан келген. Баға, мен қазір нақты айта алмаймын, бірақ 1000%-ға дейін өсті. Бағаны біз ұстай алмаймыз. Ішінде бағаның құнын қарағанда ішінде маркетинг бар 50%, тағы да реклама бар ішінде 30%. Қоса береді олар. Олар бізді тоқтата алмаз. Біз берген жеңілдіктер қазір импортқа береміз, сосын жаңа $10 береміз. Сол себепте біздің ойымыз, осы дәрмектердің біз әлеуметтік тізімін жасаймыз. Сіздермен бірігіп, денсаулық сақтау министрлігімен бірігіп, оған ешқандай салық қоймаңыз. Қалғандарына салық болады. 10%-қа дейін. Жиын соңында Ерлан Қошанов халық үшін маңызды болған құн салығының бекітілуі қуанарлық жағдай екенін және де бұл жолда депутаттар мен сала мамандардың еңбегін атап өтті. Сондай-ақ әркім өз кірісіне қарай салық төлейді деген шешім кәсіпкерлердің жұмысының жандануына да өз септігін тигізбек. Отырыста айтылған көп мәселенің бірі ірі бизнес үшін жеңілдіктер қысқартылады, ал банктер мен ойын бизнесі үшін салықтар ұлғаятын болады. Осылайша қабылданған шешімдер нәтижесінде қарапайым халықтың қалтасына салмақ түспейді. Әлі де шұғыл шешімді қажет ететін мәселелер бар. Екінші оқылымға дейін бізде уақыт бар. Әсіресе
біздің әлеуметтік саладағы мәселелер туралы бүгін көп мәселелер айтылды. Ашық айтылды көп мәселелер. Олардың барлығын біз екінші оқылымға дейін жұмыс тобын үкіметпен бірге жұмыс тобында қарастыратын боламыз. Бір мәселе анық, ол түпкілікті шешім оңтайлы әрі теңдестірілген, бизнес үшін де, халық үшін де тиімді болу керек. Сондай шешімді біз бірлесіп үкіметпен қабылдай алатынымызға мен сенімдімін. Бұл салық кодексінің бірінші оқылымы. Талқы енді қыза түспек. Ақерке Құдайбергенқызы, Бақдәулет Кемпірбай, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.